Сәлем достар, бүгін сіздермен ерекше котлеттер дайындайтын боламыз. Бұл котлеттердің ерекшелігі бұл сұлы дәннен жасалады. Және етпен жасалған котлеттен еш айырмашылығы жоқ. Дәмі дәл сондай тәтті, балғын, өте ерекше болып шығады. Жүп-жұмсақ. Ол үшін бізге қажетті заттар: 2 дана картоп, 1 дана пияз, барлығын турап, блендермен майдалап, езіп, түйіршік қалмайтындай етіп, біркелкі етіп езіп аламыз. Және сұлы дәнін ыстық қайнаған суда бұқтырып, жібітіп, жұмсартып аламыз. Бұқтырылған ботқамызды жақсылап араластырып, оның үстіне дәмдеуіштерімізді себеміз. Және блендермен езілген картопымызды, пиязымызды салып, барлығын біркелкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Дайын болған массадан дәл осылай котлеттің формаларымен жасап шығамыз барлығын. Дайын болған котлеттерді осылай ұнға немесе панко деп аталады, соған аунатуға болады. Әркімнің өз қалауы. Маған осылай жасаған ұнайды. Сіздер де көріңіздер. Қатты қызып тұрған майға салып, екі жағын қызартып, пісіріп аламыз. Дайын болған котлеттерімізді осылай қасына картоп езбесімен және подливамен ұсынсаңыз, өте дәмді, өте керемет болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер жасаған котлеттерім ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыз.